Сәлем баршаларыңызға, сіздермен мен Әйгерім. Сіздермен бүгін өзбектің тағамдарының бірі машкөженің рецептімен бөлісетін боламын. Өзбек халқында бұл машхорта деп аталады. Ол үшін каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдыменен қажетті заттарымызды барлығын турап дайындап аламыз. Ең алдыменен етімізді осылай ұсақтап турап алатын боламыз. Инстаграм парақшама да тіркеліп кетіңіздер. Инстаграм парақшамда да түрлі видеоларымды, керек кеңестерді бөлісіп отырамын. Дамуымна үлес қосып отырыңыздар. Осылай барлығын толықтай кубиктап турап шығамыз етімізді. Етімізді турап болғаннан кейін картопымызды да қалауыңызша турасаңыз болады. Мен кубиктап тураймын, сонда әдемі көрінеді. Осылай барлығын төртбұрышты етіп турап шығатын боламыз. Толық рецепті описание бөліміне жазып қалдырамын. Астына өтіп көрсеңіздер болады. Отбасы санына қарай көбейтіп, азайтып жасай берсеңіздер болады. Және де менің каналымда достар, түрлі рецептер, тағамдары бар, тәттілері бар. Өтіп, қажетті тағамдарыңыздың рецептерін алып, жасай берсеңіздер болады. Және де достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыздар. Сәбізімізді де осылай кубиктап турап шығамыз. Сәбізімізде әдемі, түсі де әдемі, дәмі де әдемі дәм береді. Және де пиязымызды да турап алатын боламыз. Барлығын төртбұрышты етіп турап шықтым. Одан кейін қазанымызды қойып, қыздырып аламыз. Және де майымызды құйып, ішіне етімізді салып, кішкене қызартып, қуырып алатын боламыз. Осылай етімізді қуырып алғаннан кейін үстінен пиязымызды салып, пиязымызды да қуырып алатын боламыз. Кішкене қызартып, сонда сорпамызға ерекше әдемі дәм беретін болады. Картоп пен морковымызды да қосып, қуырып, помидор болса помидор, немесе осылай томатный пастаны салып, қуырып алатын боламыз. Жақсылап қуырып болғаннан кейін үстінен суымызды құйып алатын боламыз. Суымызды құйғаннан кейін машымызды бірден салатын боламын. Сонда сорпамыз қайнаған кезде бірге қайнап, дәмі ерекше дәмдірек болып шығады. Одан да жақсы машқа дәм беру үшін мен горохты да араластырамын. Сонда дәмі ерекше болып шығады. Қаласаңыздар қоспасаңыздар да болады. Осылай жауып қайнатып алатын боламыз. Машымыз бен горохымыз кішкене езіңкіреп піскеннен кейін үстінен күрішімізді салып, қайнатып пісіріп алатын боламыз. Тағамыз пісіп шықты. Өте дәмді. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады.
каналыма тіркеліп менімен бірге соңына дейін видеомды қарап қолдап отырғаныңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.